Қарапайым тірлік, бірақ берекесі бар. Сіздер магазиннен сатып алатын жұмыртқаны менің тауықтарым күнделікті үйде туып беріп отырады. Қолдың табиғи жұмыртқасына ештеңе жетпейді, сондықтан да менің таңым дәл осы малдарыма, тауықтарыма қараудан басталады. Тауықтарым күндіз далада болғанмен түнде осында отырады, сондықтан көбіне буықтары жиналып қалған екен. Осының барлығын тазалап, бүгін ішін жалтыратып қойдым. Қай затты бақсаң да обалына қалмай, өзінің тазалығын ұстанып, тамағын беріп, күнделікті жағдайын жасаған дұрыс деп ойлаймын. 2 мезгіл таза суын беремін, күнделікті жұмыртқаларын үзбей туып беріп тұр. Қазіргі таңда 3 тауығым құрықта жатыр. Ол тауықтарымда бұйырса, Алла қаласа, бір аптадан біреу шығарады, ал екінші аптада тағы да екінші тауығым шығарады. Алла қаласа деп айтайын, енді Алла қаламаса ештеңе де болмайды. Барлықтарыңыздың таңдарыңыз берекелі, күндеріңіз жақсылыққа толы болсын. Жұрт не айтады деген емес, айтса айта берсін деген жерге келіп қалдық. Ешкімде менің шаруам жоқ.